Осы күнге шейін мен 6 ертегі оқыдым. Осы 6 ертегіден алған білімімді мен айтайын деп отырмын. Бірінші ертегі патша мен бұлбұл. Патша мен бұлбұл ертегісінде бізге ешкімді сатпау керек екенін айтылады. Ал екінші ертегіміз ұртоқпақ. Ұртоқпақ ертегісінде ұрлық жасамау керектігін бізге ұқтырады. Ал үшінші ертегіміз түлкі тасбақа кене. Бұл жерде тасбақа мен кене еңбектене жұмыс істейді, ал түлкі болса ешқандай жұмыс істемейді. Сондықтан біз еңбек етуіміз керек. Еңбек етсек, барлық байлыққа жетеміз. Сондықтан түлкі ешқандай пайдаға кенелмей, ол артын ойламай, өзі еңбектенбей жата берді. Сондықтан ол кедей болып қалады. Ал төртінші ертегіміз Алтын Сақа ертегісі. Алтын Сақа ертегісінде бізге ешкімді жаман нәрсе істемеу керек екенін айтылады. Ал бесінші ертегіміз Алдаркөсе мен Шықбермес Шығайбай ертегісі. Бұл ертегіде Шықбермес Шығайбай ешкімді үйіне кіргізбей, өзі жапан далада жалғыз тұрады. Жапан далада өз отбасымен тұратын болған. Алдаркөсе сол Шықбермес Шығайбайдың үйінен шай ішіп кету керек екенін біледі. Сондықтан Алдаркөсе Шықбермес Шығайбайды қинап, өзі Шықбермес Шығайбайдың үйінен шай ішіп кетеді. Осылайша менің оқуға құштар мектебінен алған білімім тәмам.